Түркістан, Қазақстанның көне қалаларының бірі. Бұл қала еліміздің оңтүстік аймағында орналасқан. Түркістан қаласы қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты. Орта ғасырларда ол Орта Азия мен Қыпшақ даласы халықтарының саяси орталығы болған. Бері де Қазақ хандығының ордасы болды. Қасиетті Түркістанды екінші Мекке деп те атаған. Атақты Әмір Темірдің пәрменімен салынған Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде тегі түркі, сүті қазақ бабаларымыз жерленген. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі діни ғұламалар мен әулие әнбиелерді, хандар мен билерді, батырлар мен ақындарды, атап айтқанда халық үшін өзін арнаған тұлғаларды жерлеген үлкен қабірстан. Енді бір жағынан сол бабалардың ғақлиялы өмірі мен ұлағатты іздерін ұрпақтарға жеткізген идеологиялық ілім ордасы. Және әруақтарға арнап Құран хаттым түсіретін, өлім мен өмірді еске түсіретін, нәпсіні тыюды, Құдайды тануды дәріптейтін діни орын. Міне осындай Түркістан өлкесі күллі түркінің көз тіккен жауһары атанып, әр пенде барып көруді армандайтын рухани ордамызға айналды. Бүгінде қасиетті Түркістан тарихи және туристік қала. Түркістанға келгендер ең алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барады. Бұл кесене сәулет өнерінің ең озық үлгісі. Кесене 35 бөлмеден және 8 бөліктен тұрады. Кесененің жанында шығыс моншасы бар. Жер астында 44 бөлмеден тұратын қылует деп аталатын ғибадатхана салынған. Түркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи атымен әлемге әйгілі болды. Мен Сайфулла Айбарыс, тарих пен болашақтың қаласы, туған жерім Түркістанмен мақтанамын.